Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бізде бүгін жаңа сабақ. Дүниежүзі тарихынан тақырыпты жазып аламыз. 1857-1859 жылдардағы Үндістандағы оқиғалар, яғни британдықтар мен үндістердің көзқарастары. Бұл кезде бізде Үндістанда көтеріліс болады. Көтерілістің себептері қандай болады? Саяси себептер, яғни князьдіктардың жойылуы, экономикалық себептер, ауыр салықтар. Үшіншіден, әскери себептер, сипайлардың кемсітілуі. Төртіншіден, діни себептер, яғни майланған патрондар мәселесі. Көтерілістің басталуы, яғни 1857 жылы мамырда Мерут қаласында басталады. Көтеріліс Дели, Канпур, Лахнау қалаларына тарады. Сипайлар негізгі күш болды, яғни бұл көтеріліс бізде сипайлар көтерілісі деген атқа ие болады. Бұл көтеріліске британдықтардың көзқарасы қалай болады 19 ғасырда? Оқиғаны сипайлар бүлігі деп атады, немесе сипайлар көтерілісі. Бұл әскери бүлік ретінде танылады, тарихқа бағаланады және ұлттық қозғалыс деп мойындамайды оны. Қазіргі үнділердің көзқарасы бұл сол кездегі үнділердің мысалы тәуелсіздік үшін алғашқы соғысы деп біледі, алғашқы күресі деп біледі, ұлттық азаттық қозғалыс деп санайды және отаршылдыққа қарсы күрес ретінде жүргізілген саясат ретінде қарайды. Нәтижесі қандай болады бұл көтерілістің? 1858 жылы Ост үнді компаниясы таратылып кетеді және Үндістан Британияның тікелей басқаруына өтеді. Британдық Үндістан құрылады. Осылайша Үндістан Ұлыбританияға бағынышты болады, Британия империясына. Тарихи маңызы ұлттық сана өсті, кейінгі тәуелсіздік қозғалысына негіз болды және британ саясаты өзгерді. Салыстырмалы талдауға келетін болсақ, британдықтар әскери бүлік, үндістер ұлттық азаттық соғыс дейді және бір оқиға екі түрлі мүлдем тарихи баға. Қорытындылай келе 1857-59 жылдардағы оқиғалар тарихтағы көзқарас айырмашылығының мысалы. Тарихты әр халық өз тұрғысынан бағалайды. Болған оқиғаларға қатысты, иә? Жақсы, тапсырманы жеке жүктеймін. Назарларыңызға рахмет.